Ардама қош келдіңіздер. Бүгінгі жаттығулар бел омыртқа, мойын омыртқа, жауырынға болмақшы. Оң қолымызбен сол құлағымызды, сол қолымызбен оң құлағымызды ұстау арқылы осындай жаттығулар жасаймыз. Ол қарапайым болғанымен омыртқада, мойын омыртқада ақауы бар адамдарға өте қолайлы. Екінші жаттығуымыз жай ғана қарапайым жаттығу, суда жүзу жаттығуы. Бұны өзіңіз жасап көрсеңіз болады. Омыртқаға және жауырынға қандай әсерін тидіретін, көмегін тидіретін аңғаратын боласыз. Жасап көрсеңіз өте жеңіл, бірақ асықпай ақыры жасау керек. Үшінші жаттығу брас деп аталады. Бұл да жүзудің, суда жүзудің тағы бір түрі. Бұл да екі жауырыныңызға, омыртқаңызға, мойын омыртқаңызға керемет әсерін тидіреді. Төртінші жаттығуымыз қолымызды осылай бір-біріне қосақтап ұстап, оң тіземізге, сол тіземізге кезек қойып, артқа қарай барынша керілу. Барлық жаттығуды ішке терең тыныс алу арқылы, жіберу арқылы жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.